Muğallim Tayırbek İsmanaliyev. Adam savağı, adam savağı. Tak. Salamat çıkarı ballar. Salamat çıkarı ballar. Salamat bağay. Ağay. Jurnalda alıyor. Özünüz ala göğüs mü? Al gel koyup sana ben gerekçe. Tak, sabaqты başlayız. Bugün adam sabaq. Tak. Jurnal boyunca sabaq başında жоқтап koyayım. Tak, bugün kim жоқ, жоқтар қол көтерсін. Sen жоқсың bu? Men bu yerda вообще жоқпын мен. Қаяқтасың? Үйде? Не жоқсың? Шымым жудым эле кургай калып тур да. Башқа шым жоқ қой? Жоқ. Шортик ше? Бар шортик. Кийип алайын. Шортикті барып кийип, сабақта барып алғын үйде отыра бер. Ұқтың ба? Жүрқа. Так, журнал бойынша емі ким бар, барлар қол көтергілі. Так, Қалыбек бар, Ақтілек бар, Амантұр бар. Ағай, шортикти ям жууп қойып тұр. Бұл 9-шы класстан берле ушинтип жүрөт, шымы жок эле. Шым жоқ жүре берет, үйреніп қаламыз бұға. Мектеп боюнча үйрөнүп калам бул. Сабаққа қошып қойырайын, сен да барсың. Сабақты баштайбыз. Бүгін қайсы сабақ? Адам. Туп-тура, адам сабақ. Адам деген ким? Сабак. Сабак да? Сабақ екенін білем. Адам деген ким? Мына адам сабағын өтті. Адам деген ким? Қалыбек айтып қойшы. Адам деген ким? Адам деген бі? Айтшы. Адам деген бұл сіз, мен, Ақтілек, Амантур, Жақшылық. Бұлар адамдардыз да? Садық қалып кетті ғой. Бұл адам емес да. Адам емес. Отыр. Жақшылап біліп алғыла, жазып алғыла. Адам кім екенін айтам. Адам деген ақылы жана аң сезімі бар, қоғамдық, жандықты адам дейбіз, жазғыла. Түрлі айттым мен. Түрлі айттым онда. Біз адам, о адам емес да, бұл садық адам емес. Мене ақылым жоқ бүкен. Ақылың бар? Аң сезімім жоқ бүкен. Аң сезімің бар? Ана мен жандық емеспін бе? Жандықсың? Анан? Қоғамдық емессің. Қоғамдық болғанда шым киіп жүретілің да. Алда. Ким бүгін мен сұрауларыма тұп-тұра жауап берсе, мен 5 қойып берейін. Бірінші сұрау. Адам қаншаға бөлінеді? Мен білем. Молодец садық. Адам 2-ге бөлінеді. 2 бөлінеді, так? Адам, анан адам болып бөлінеді. Sen bilmeytkesін, мен білем ағай. Білесің бе, адам қаншаға бөлінеді? Адам 12-ге бөлінеді. Так. Қашқажылық, жотожылық, қарчыға, жамбаш, кәлла, пайча, ичеге қарын. Ей, анты малдар бөлінеді, қойларды ошант бөлесің, Сен Қалыбектерді айтып қойдың ғой? Адам қанша бөлінеді, кім біледі? Мен білем, ағай. Сен білесің бе? Тұр орныңа. Мұна айтады ошоны. Сен айтасың, қанша бөлінеді адам? 2-ге бөлінеді, ағай. Қандай болып бөлінеді? Мынандай ортосынан бөлінеді. Отыр 2. Өзің айт. Промес айтып қойды бұл. Адам 5-ке бөлінеді, ағай. Так, 5-ке бөлінеді, Европеид, монголоид, негроид, андроид, гангроид. Отыр гангроид. Әлі андроид. Ол раса, жындысың, адам. Өзің айтшы Қалыбек. Тұр. Адам 2-ге бөлінеді. Так, 2-ге бөлінеді, молодец. Тұп-тұра 2. Біріншісі? Еркек. Екіншісі? Ұрғачы. Жо, еркек дегенің тура, біріншісі. Екіншісі ұрғачы емес, аял деген, себебі ұрғачы деп жануарларға, малдарға айтады да. Түрлі ағай, түрлі бұл өздерін айтады да. Бұлар үшін еркек ұрғачы болып бөлінеді. Түсіндің, Адам 2-ге бөлінеді, еркек жана аял болды. Кейінгі сұрау. Адам қаяқтан келіп шыққан? Мен білем. Білесің Садық, айтшы, адам қаяқтан келіп шыққан? Айтайын бі? Айт, сұрау отпайым ба? Қаяқтан келіп шыққан? Күнші адамын алдына қаяқтан шыққан айтайын. Айт? Тошын айты өрейін бі? Тошын айты өр. Тұр айт десеңіз айты өрем. Өзіңізден көрің, адам маймылдан келіп шыққан. Аны саға кім айтты? Ежеке айтты ғой.
Ошо эжекең өзүнүн туугандарына айтып коюп тур. Сени кошуп мындай. Эжеке ким экенин билесиңби? Ким эжекең? Эжеке агайдын аялы. Тура эле айтат, өзүнүн туугандарына айтат. О, кошуп айткан а? Вообще. Балдар, жакшылап билип алгыла. Чарльз Дарвиндин теориясы боюнча адам маймылдан келип чыккан деген бул туура. Бирок бул биздин динде эмес. Ислам дининде эмес. Мына биздин ислам динибиз боюнча адам топурактан жана чоподон келип чыккан деп айтылат. Түшүндүңөр, э? Адам чоподон, топурактан келип чыккан. Түшүндүм. Билип алгыла. Адам баласы ушундай экенбиз, көрүнгөн жерден чыгарып экенбиз да биз. Бир карасаң маймылдан чыгабызбы? Бир карасаң топурактан чыгабызбы? Бир карасаң эшиктен, бир карасаң мейли. Жазгыла. Мен айтайын. Адам деген бул чоң бир организм. Организм болсо органдардын жыйындысы. Биз мына адам сабагында ар бир органды өз-өзүн жөтөбүз. Эмне кызмат аткарат? Бизге эмне пайдасы бар? Эмне зыяны бар? Ошонун баардыгын өтөбүз. Эми бүгүнкү тема жазгыла. Бүгүнкү тема баш. Баш органы. Баш деп жазыла. Сен баш деп жаза. Sen boş деп жаза. Sen жөн эле бышы деп койчу. Же болбосо жөн эле башым жок деп эле жазып койсуң. Баш деп 9 тамга. 9 тамга менен баш деп жазып койдум. Нем Калыбек сага суроо. Баштын ичинде эмне бар? Ме. Туп-тура ме. Агай, ошо мени жесе болобойбу? Болбой, ким айтты сага мени жейт деп, Эмне акам күндө кеч үйгө келип алып эле, жеңең мени жеди, мени жеди. Эми аял кишилерге ишениш жок, оосунан эмне келсе жеп кое берет. Жеп кое берет. Калыбек айтчы, мээ канчага бөлүнөт? Эркектикиби, аялдыкыбы? Сен тойгозо турган болдуң го? Болуптур, айт. Аялдын мээси канчага бөлүнөт? Аялдын мээси болсо бөлүнөбү? Бар, бөлүнөт. Аялдын мээси 2ге бөлүнөт. 2ге бөлүнөт, так? İştegen ananı iştebеген. Агай, мен айтып койчу. Айтасыңбы? Мээ канчага бөлүнөт? Эркектикин билем мен. Эркектин мээсин. Бул аялдыкын сен эркектиң. Айтары. Айт. Эркектин мээси 2ге бөлүнөт. 2ге бөлүнөт, так, биринчиси? Ак мээ, анан көк мээ бол. Отур көк мээ. Айтам да тат. Мен билем. Мен айтам. Канчага бөлүнөт? Мээ 5ке бөлүнөт. 5ке бөлүнөт, так? Алдыңкы мээ, арканкы мээ, ортоңку мээ, кара куш мээ, сүйрү мээ болуп. Бар экен го, жол. 5. Молодец, сүйрү мээ. Болду. Жакшы түшүнүк алып атасыңарбы? Эми жазгыла. Мээ жөнүндө жакшылап түшүнүк айтып берем. Мээ нерв системасынын борбордук бөлүгү болуп эсептелет. Нерв системасы органдарды башкарып турат. Ал эми нерв системасын мээ башкарып турат. Ошон үчүн мээңер иштесе, анан башка жагыңар иштейт. Şu yerde koşulbayım da ağay. Niye koşulbaysın? Başka jağın iştegende men iştebey kalat o. Аны сага ким айтты? Ejeke aytdı go. Ejekең бирок туура айтат. Мээ жөнүндө жакшы түшүнүк алдыңарбы? Эми баштагы органдар боюнча кеттик. Башта дагы мээден башка кандай органдар бар, Калыбек? Каш кулак. Кандай каш кулак? Каш кулак да? Ошентип бөлүп айтсаң, каш кулак деп. Каш кулак деп. Агай, жөн эле баягы жаныбар каш кулакты элестетип алсыз го. Элестетим жеримде каш кулак жүрөт. Эй, чыртаңдаган. Боптур, сен айт. Адамдын башында мээден башка дагы кандай органдар бар? Билбейт агайбы?
Мен білем. Так. Көз, мұрын, оз, тил, тиштер бар. Молодец. Сен ошо мурун, ооз, көздөрдү билбейсиң бе? Өткенде экөөбүз ат келген кашкылак яман семиз чыкты. Тойгоз отырған болдың ба? Мына, сонун органдарды айттың. Турабы жакшылык? Ушул органдардын бардыгы бизге керек. Ар бири менен байланыш турат. Ар биринин өзүнүн кызматы бар. Ар бири өзүнчө бизге сонун көрүп берип турат. Бардыгы бизге керек да. Шуга деле бир нерсе кошуло бербейм да, агай. Şu göz, murun, oz gerekten kulak. Şu kaştın gereği yok deyimizge. Ha? O emen. Az kaşın bar жоқ eкен деле билбей эле отурам мен az. Kaştı 6 şurak деле жүрө бересиң. Не кереги бар? Каш эң керектүү органдардын бири. Бул каш деген көздү, күндүн энергиясынан, күндүн нурунан сактап турат. Бешеден аккан тер көзүңө кирип кетпесин деп экиге мынтип бөлүп турат. Эң негизгиси бул мээ менен түз байланыш бар. Кашты жулган сайын мына жерден нерв клеткалар өлүп, аягында барып мээң иштебей калышы мүмкүн. Кашты жулса, мээ иштебей калабы? Ошо. Мына. Ошон үчүн көп кашың жула бербе. Мен кайерде кашым жулдум мен? Анча жуласың го, мээң иштебей калат экен, кашың жулба. Мен итегиле мээшим иштебейт. Түшүндүң эле? Каш жөндөсөн түшүнүк алдың. Эми каштан ылдый кеттик. Каштан ылдыйда эмне бар? Көз бар, көз. Көз бар. Көрүү органы. Мына айлана чөйрөнүн кооздугун, мына күйөрмандар бизди көрүп атат, биз булат көрүп атабыз. Сону эле. Şu көздүчү, мына эки колго орнотсо болобойбу? Жок. Мында. Эмнеге? Жакшы да. Деп карайт элек да, мына карап жүрө бересиз да. Амантыр жакшы окуйт го? Мында кылып көчүрүлөт элек да. Агай, болбойт. Бир көздү ушерде эле калтырып, бир көздү арка жакка алып өтүп койсо болбойбу? Неге? Эми арканы мынтип карап отурбай эки жакты көрүп кете берет элек да. Болбойт. Сонун эле болуп эки көз болуп турбайбы? Алдыбызды карап эле мында өзүнүн орду бар, сонун болуп атпайбы? Түшүндүңөр, Мына көздөн кийин ылдый кеттик. Кайсы орган бар? Мурун бар, Мурун бар. Мына дем алуу, жыт сезүү орган, Агай, ушу мурунду мына ушул жерге коюп койсо боло береби? Нерге? Пешене. Неге? Мынанын бутунун жыты ушака барбай беле дейм да. Болбойт. Болбойбу? Болбойт. Орду турбайбы. Чыдап отур дегине. Майли. Мурундан кийин ылдый. Не бар? Неге келдик? Оз. Оозго келдик. Мына тамак сиңирүүчү орган, ичинде тил, сүйлөөчү орган, сонун, Агай, да бир суроо да. Ушу оозду мына жерге коюп койсо кандай болот? Жакшы дейм да. Сен ар жерге жылдыра бересиң органдарды. Жылдырып көрөйүк дейм, элестесеңиз мына жерде болсо чай ичип атканда мындай алып эле төгө бересиң да. Анам не сен өшкөндө мынтип өшөсүң бура. Sen de söz övüşün gerek be? Sen просто övüş görüleksin da. Ana ne sen övüştürüyorsun? Çok. Просто övüşkön solmasa gerek ha. Болбойт. Gördün ha? Sonun özünün oğuzun ordu var. Til, tiş, kanday sonun organları. Hem sizlerge soru. Uşul sonun organdardı bizge kim berdi de oylaysan, kim jarattı da oylaysan? Kim jarattı? Seni menen men jarata olek. Bunun bardığın jaratuvchi bir gana jaratkan Allah bolat. Oşonu bilip alıgıla. Түшүндүңөрбү? Эми бир нерсени айтып кетейин. Жакшылап кулак салып угуп алгыла. Бир четтен баштайм. Жакшылап тур ордуган. Мына дайым сен наалыйсың, Менин көзүм жимшек. Мен мындайынан көрөм. Чоң көрө албайм. Мени бардыгы жимшик дейт. Мына ушул сенин жымшыйган көзүм
жымшыйған көзің. Көзі көрбеген соқыр адамдардың арманы болады. Түсіндің, ә? Ақылек тұр ордың. Мұны ол дайым менің құлағым шалпан құлақ. Неқа түшіп қалған? Дей. Мұны ол сенің шалпайған құлағың, шалпайған құлағың. Құлақ ұқпаған адамдардың арманы болады. Мұны аман тұр ордың. Senin dev atkan tilin gülüyorsun mu? Süyleye albakan adamların armanı olur. Sadık dururdu. Buna senin betin Neken? Ha yok seninki mesken. Ne kalbek? Buna senin kal menen koz dolgan sonun betin buna beti yoktun armanı olur. Ağay adaş bal. Seninkindey bet gerek emez. Seninkindey betten benim sarayımda törtü var. Törtü öten buğa. Saman salganda şun soğuşasın tuttu. Gerek emez. Ошо бирөөнү алып өзүң бетиңе коюп албайсың бе? Мага чоңдук кылып калат да. Emi bir sırao gelip çıkat. Gündü. Ertemenen uykudan turganda. Neni görüyorsun var? Uykudan turganda? Patologdu. Patologdu görüyorsun. Жақын барып күзгіден қарағанда нені көресің? Üstü beti üstü görüyor. Жүзіңөрді көресің. Еми жүзіңөрге bir назар салғыла. Екі көз, екі қаш, екі құлақ, мұрын, о, сөйлеп атқан тіл. Бардығы сонын жайғашқанда. Bir да кемтігі жоқ қылып жаратқан Аллах беріп қойды да. Неге берді деген сұрау келіп шығатты. Неге берді? Мұны ол көзді жаман нәрселерді көрсін деп берген жоқ. Жаман нәрселерді көрсін. Мұна ол құлақты жаман нәрселерді ұқсын. Анам біреулерге барып айтсын. Ушақ бол кетеді демесін. А мұна ол сөйлеп атқан тілді жақсы нәрселерді сөйлесін. Жаман нәрселерді сөйлемесін. Сөгінбесін деп берді. Еми мен нені қалай? Uşu жаратқан Аллах берген нематты Аллах бұйырған нәрсеге ғана пайдаланып Аллахқа шүгір деп жашасаңар деп болды. Адам сауаға болды ау, же дәвәт болды ау? Bilbeyim. Düşünmeye kalmaz. Адам сауағында дәвәт болды. Düşün sen bunları. Жақсылап оқып алдыңар ма? Болды, сауақ бітті, кейінгі сауақта көрішеміз.